Міне, көрдіңіздер ма, осы белок суын қайта-қайта мақтауымдағы себеп істетіп көріңіздер. 2 құт 65. Өніңге мына Жауян Дәмбайтай әжімге өкіс алдырудың қажеті жоқ. Керемет, мына мен күнде 5-6 талдан жеймін, міне, көрдіңіздер ма? Біреуінен 1000 тал, 65-ке 3000 тал, қалқым. Сонымен өзімде сондай тамсанамыз. Бірақ кеше бір неде алғы бір дененің мойылуын таныстырып жатыр екен. Сода мен тек алғы айтса сенбеп екем, әлі сесе құшақтасып, одан алғы жанындағы жігітке одан арман мезі болдым да, не дейді? Алғы осы қатынның денесінде осы мен жуып осы испағаныңа мен құшақтап айтып бейтем деп сөйтті. Содан ана ойбай, оның да сөздері асып кетті. Сүнігін өзім бір түрлі енді осындай халық қолдап, халқым сүйіп, керемет қыз деп өзімізге үлгі отырған, мысалы Ерсайды талай адамдар үлгі қылады, сондай шығар, ойбай Ерсай сияқты мықты болсақ, батыр болсақ, саудада табысқа жетсек деп. Бірақ енді мені боқтасаң боқтай бер, мен бағана айттым ғой, арлыны арсыз жеңіпті деп, мен сенен жеңілем. Дантияуға келсең жеңілмеймін, шашыңды жұлып қолыңа берем. Амма ауызда сенен жеңілем, өйткені мен сен сияқты андай ұясыз сөз айта алмаймын. Рас жеңілем. Мына іздеп келсең айттым ғой, мен мына іле тоғыстырауда маған елден сүрістіріп әуре болмай қой, түнімен мағанда 1000 адам жолда күлкімге кетті ғой. Түнімен бір атақты адам қайда кеттім да, мен Ерсай мені іздеп жұлам, анау қай жерде мен айырып тастаймын деп. Кімдікі айырылады екен, кел. Сенікі тезірек айырылар өңкөй май басқан жерлерің. Мен Гүлсана сенімен айтыса алмасам, дойында сөйлеп шықпаймын. Оң құлағыңмен естіп ал. Бәлкім сенде ақша көп шығар. Ақша кімде жоқ әзір. Бәлкім менікі саған жетпейтін шығар. Бірақ әр адамның өзіндік ұжданы, кісілігі, бетпеделі өзіне жетеді. Біз дойынға араласқалы, меған 2,5 жыл болдық дойында қолы болғалы. Егер Ерсай сияқты 14 жасымызда біз таш оқымай, 14 жасымызда саудаға кіріп кеткен болсақ, бәлкім осы уақытта ана шетел-петелден фухау болып отыр қаламыз ба деп ойлаймын. Осы күнде де халқым қолдап, осы күнді, осы дәрежені, осы десті бергеніне тағы да шүкіршілік. 40 жыл сауда істеп те табысқа жете алмай жатқандар бар. 2 жылда дойын мені биігіне шығарды. Соған оғанда шүкіршілік. Бұл жерде мен бір Ерсайды жек көргендік емес, ана қылығы сыймайды да, болмаса оның алғы ұжданы, ерлігі ол керемет. Мен іздеп барам, айтем, бийтем деп келе қарсалам. Сенен қорққан жанды житке тастаймын. Ал кейбіреулер бар екен ғой, біреуді айтарын айтып артынан чошып алып деп. Обышшы, қате талда қапсың. Әрбір істі ер азаматтай қатын болсам да, аузыммен айттым, мойныммен көтерем. Осы сенбесең ма, Тоғыстырау Жырғалаң деген жерге барып, Сайдынның қызы бір Гүлсана деген бір жынды бар екен деп сұрасаң, ел менің қандай екенімді біледі, қалғайна. Өйткені мен сол жердің суын ішіп, Жырғалаңның тұнық суын ішіп, шашыға соғылып аққан. Осындай үлкейгенбіз. Соған халық біледі біздің қандай адам. Сен білмейсің, сен елден сұрап жүрсің.